Бізде бүгінгі өтетін сабағымыз бұл жолдардың айырмашылығы, вагондардың түрлері және жүктердің түрлерін түсіндіретін боламын. Жолдардың айырмашылығы дегеніміз ол Қытай мемлекетінің темір жол ені ширина деп аталады. Ширина колеи 1435 мм. Ені екі рельстің арасының ара қашықтығы, яғни 1435 мм ол Қытай мемлекетінің темір жолынікі. Ал біздің Қазақстан темір жолынікі 1520 мм. Басқа мемлекеттерде де 1435 мм болатын темір жолдар бар. Неге бұлай жасалған деген сұрақ туындауы мүмкін сіздерде. Тарихқа жүгінетін болсақ, бұрын мысалға көптеген соғыстар болды, жаугершілік замандар болды, сол кезде мысалға басқа мемлекеттен біздің мемлекетімізге жаңағы солдаттар кіріп кетпес үшін мысалға осындай жолдарда айырмашылық болған деген осындай тарихи деректер де бар. Біз Қытай мемлекетімен шекаралас болғаннан кейін және жүктердің барлығы сол мемлекеттен бізге келетін болғаннан кейін жаңағы Алтынкөл және Достық шекараларында бір вагоннан екінші вагонға ауыстыру жүргізіледі. Орысша айтқанда перегруз деп аталады, Біз жақта широкая колея деп аталады, яғни кеңірек, енді шамалы, чем Қытай мемлекетінің темір жолындағы рельстің ара қашықтығына қарағанда біздікі кеңірек.